балаларыңызбен қаржы жайында әңгіме құрмаймыз. Есімім Жұмаш Арыстанбек Болатханұлы, Жетісу облысының қаржы сарапшысы болып табыламын. Қазіргі таңда балалардың әскерге дейін микрозаймдарды алып, әскерге барғаннан кейін олардың ата-аналарына микроқаржы ұйымдарынан немесе екінші дәрежедегі банктерден көптеген хаттар келіп жатады. Кетердің алдында осындай бір қарыздарды алып, одан кейін ата-аналарына айтуға ұялады. Содан кейін әскерге барғаннан кейін ол барлығы да шығады. Сондықтан қазіргі таңда сіздерге айтар кішкене кеңесім, өздеріңіздің балаларыңыз әскерге немесе басқа жерге шығып бара жатса, ашығынан отырып сөйлесу керек. Бұл біздің үлкен қателіктеріміздің бірі, біз балаларымызбен қаржы жайында әңгіме құрмаймыз. Және де кезең бойынша балалармен әңгімелесу керек, Мысалға, оны бөлуге болады. 6 жасқа дейін, 14 жасқа дейін, және де 14 жастан жоғары. 6 жасқа дейін біз балаларымызға жай ғана ақшамен таныстыру керекпіз. Ақша деген не? Ол тек қана сатып алу құралы ретінде. 6-14 жас аралығында біз ақшаны беру керекпіз, және де олардан есеп сұрау керекпіз. Ақшаны қайда жұмсадың, қанша қалдың, қай жерден алдың деген сияқты. Себебі ол бала басқа да альтернативный нәрселерді таңдай білу керек. Бір жерде қымбат, екінші жерде арзан екенін сол кезде білу керек. Ал 14 жастан ары қарай оған ақша табуды үйретуіміз қажет.